Кез келген рекордты жаңартуға болады дейді. Сол үшін көптеген спортшылар осы рекордты бұзу үшін көп жылдар жаттығу жасап, тер төгеді. Бүгінгі айтылатын спорттық рекордтарды ерекше талантты адамдар орнатқан, және олардың ондаған жыл бұрын орнатқан рекордтары әлі күнге дейін жаңартылған жоқ. Біз бүгін ұзақ жыл бойы сақталған және бұзылуы мүмкін емес 7 спорттық рекордтар туралы айтатын боламыз. Кеңес және украиндық спортшы Сергей Бубка жеңіл атлетиканың нағыз аңызы. 10 жыл бойы ол сырықпен секіруден 35 дүниежүзілік рекордты орнатты. 1985 жылы Парижде Бубка тарихи нәтиже көрсетті. Оған бірінші рет 6 метр биіктік бағынды. Бірақ спортшы тоқтамады. Өзінің жетістіктерін бірте-бірте жаңартып, ол ашық стадионда 6 метр 14 сантиметр және залда 6,15 метрге секіріп, заманауи спортшылар үшін қол жетімсіз нәтиже көрсетті. 10 жыл спорттық мансабында Тараненко ауыр атлетикадан 19 әлемдік рекордты жаңартты. Олимпиада ойындарында, әлем және Европа чемпионаттарында жүлдегер атанды. 1988 жылы Австралиялық Канберрада өткен ауыр салмақтар кубогында 266 килограмм зілтемірді итеріп көтеруден орнатқан рекордын әлі күнге дейін ешкім жаңарта алмады. Чемберленд 1962 жылдың 2 наурызында өзінің керемет жетістігіне қол жеткізді. Ол кезде Чемберленнің Филадельфия Warriors командасы Нью-Йорк Никс командасымен чемпионаттың кезекті маусымында кездесті. Чемберленд ойыннан 63 рет лақтырып, 36 рет дәл түсіріп, 28 айыппұл салды. Осылайша бір ойында 100 ұпай жинады. Келесі жарты ғасырда Уилд рекордын тек Коби Брайан ғана бұзуға тырысты. Бірақ 2006 жылы Лейкерс қорғаушысы тарихи деректерді жаңарту үшін 19 ұпай жетпей қалды. Үстел теннисі 1988 жылдан бері Олимпиада ойындарына енді. Үстел теннисі Қытайда өте танымал және көптеген жылдар бойы бұл спорт түрінде қытайлықтар 53 жүлдеге ие болды. Бір елдің бұл рекордты жаңартуы өте күмәнді. Автоспорт жанкүйерлері Қызыл Баронның жеңістері туралы ұзақ әңгімелеп бере алады. Себебі оның жетістіктері өте көп. Шумахер ең беделді жарыс серияларында шамамен 2 жылдық бойы жарқырады. Осы уақыт ішінде ол Формула 1-ді 7 рет жеңіп, жеке жарыста 91 рет жоғары дәрежеге көтерілді. Шумахер 5 маусым бойы бірінші болды, яғни 2000 жылдан 2004 жыл аралығында. Кеңес спортшысы Юрий Седых балға лақтыру бойынша 17 рет әлемдік рекордты орнатқан. Ол соңғы және әлі күнге дейін бұзылмай келе жатқан рекордын 1986 жылы Германияда орнатты. Европа чемпионатында Седых 86,74 метрге балға лақтырды. Бір 1985 жылғы америкалық жүзгіш өзінің спорттық мансабында 23 Олимпиада алтынын ұтып алды. Сонымен қатар 3 күміс және 2 қола медалі да бар. Және бұл жетістікті бұзу ертегідей болып көрінеді.